Еліміздегі әрбір адам компьютерде бағдарламалауды үйрену керек. Себебі ол ойлауды үйретеді. Стив Джобс. Бала кезінде адамдардың компьютерлік ойындарды қалай ойнайтыны, әртүрлі бағдарламаларды жасаған адамдарға қызығатыны. Сол себепті мен өзіме бағдарламашы боламын деп айттым. Менде алдыма қойған нысан болды. Ең үздік бағдарламашы атанамын деп мақсат қойдым. Қазақстан Республикасы Нұр-Сұлтан қаласындағы политехникалық колледжіне грантқа түстім. Бұл арманыма деген бірінші қадам болды. Бұл колледжге түсуім өміріме өзгерістер әкеле бастады. Әрине жақсы жағынан. Себебі айналамдағы адамдар мені түсінетін. Қазіргі таңда ақпараттық жүйелер мамандығының 2-ші курс студентімін. Бұл мамандықты таңдау себебім әрқашан даму үстінде болу. Кез келген бағдарлама жасау кезінде қиындықтар кездеседі, дәл өмірдегідей. Бірақ сол бағдарламаны сен қалай жасап бітесің, есік ашылып ар жағынан жарық көрмеді. Яғни барлық жерге жарық беріп, сен оның құрылысын түсіне бастайтынсың. Бір затты соңына дейін апару бұл мен үшін үлкен сезімге бөлейді. Бағдарламалау мен үшін музыкалық аспаптың ойнағандай, спортпен шұғылданғандай. Бұл мамандықты таңдағаныма мен еш өкінбеймін. Қазіргі таңда бір нәрсені ойлап табу мәдениетке айналды. Еш нәрсе шектелмеген, кез келген нәрсені жасауға болады. Сен компьютер арқылы бұрын болмаған нәрселерді мүмкін қыла аласың.